Мектепте тарихтың бетін ашпаған. Кішкентайда кәдімгі пончик болған ғой. В детстве была краше. Ойбай, мынау деген кім мынау жігіт деп. Мүлдем ұқсамайды. Болсыз концерт өтпейді бір жақсысы. Ойбой, жылап жатыр. Апс, мәле. Жүзі таныс. Қазір. Анель сияқты. Мен деген бірден танитын шығармын деп ойлап едім. Утигулова Меруерт. Меруерт, точно. Так, это Ерасыл. Ерасыл ма? Ескендір Ерасыл ол бәсе. Бұл оқушыны бірден ғана таныдым. Бұл 11-ші Б сыныбындағы ең керемет мықты оқушылардың бірі Ескендір Ерасыл. Бұл Ерасыл, Ескендір Ерасыл. Дәл ондай көп өзгермеген екен. Бұрынғысындай сол төп-төмпақ сары бала. Так, Гаухар. Гаухар. Сарбаева Гаухар. Фу, это же Арсен. Хотя Арсен здесь совсем маленький, не похож, просто я его знаю маленьким. Мамасын танып тұрмын, бұл біздің Арсен. Егер бұл жерде мамасы болмағанда, бұны тану қиын екен. Мақсат Арсен ба? Мен Арсен танымай қалдым ба сонда? Мақсат Арсен ба? Серьезно? Мүлдем ұқсамайды. Қазіргі кезінде мүлдем ұқсамайды. Шыны керек. Таппадым мен, шынымды айтайын, надан қиналдым. Бұл оқушы өте сабырлы, салмақты, көзінен нұр төгіп тұратын оқушымның бірі Ескендір Ерасыл. Задагериев Ерасыл. Фамилияларын шатастырам ба? Бірақ Ерасыл екен білем. 3-ші партаның 1-ші қатарында отырды. Так, это Ерасыл. Мына Ерасыл, Задагериев. Так, ну это моя Дильнаска. В детстве была краше. Бұл Дильназ. Дильназды бірден таныдым. Ол 5 болған құқты кезінде. Бұл дейтін қазір екі тілде еркін сөйлейді. Бірсе қазақша сөйлейді, бірше орысша сөйлейді. Өзіне тән бір қылығы бар, Жатпешева Дильназ дейтін оқушымыз біздің. Бұл оқушы мен бандит деді, айтпақшы, Дильназ қарап отырсаң айтайын. Такой, да? Похож. Бандит бол. Сен бейіш болған екенсің, Дильназ. Бейге жақын болған болып тұрсың ғой. Дильназды тануға болады, иә. Дильназ көп өзгермеген екен. Бұл оқушы өте салмақты, болашақта бір министрлікте, әкімдікте істейді деп ойлаймын бұл оқушыны. Это Азат. Мынау Азат, томпиған. Бұл Бапаев Азат қой. Мұрат Айзере дейтін оқушымыз. Көзінен таныдым Айзере ме сені бірден? Ойлану керек сияқты. Айзере, дұрыс па? Айзере өзгеріп кеткен, мен Айзерені бірден тани қоймадым фотоға қарап. Мұрат Айзере алған. Иә. Бұл дейтін өте керемет оқушы ғой. 1-ші қатардың 1-ші партасында отыратын, сол жымиған күлкісінен танып отырмын, Әзи Айгерім. Бұл Айгерім. Это Айгерім. Какие они в детстве такие маленькие, красивенькие. Не знаю. Сейчас я подумаю, кто это может быть. Ризат. Это же мой мальчик. Но он вообще не похож. Вот он действительно совсем изменился. Маратов Ризат дейтін оқушымыз. Мына жігітті мен бірден таныдым, кішкентай фотосы болса да. Бұл Ризат біздегі. Ризат көп өзгере қоймаған екен. Так, а вот это интересно кто? Мына кішкентай кезінде ғылса. Мәссаған, мұна 1 жасқа толмаған кез сияқты ода. Бұл оқушы 3-ші қатардың 2-ші партасында отыратын, Әселдің жанындағы... Кажется, Сабина? Сабина ғой мынау. Сансызбаева Сабина. Мықтауад екен мұны. Ойбой, бет аузын түгел бүлдірген мынау тентек бала ғой. Ойбай, мынау деген кім мынау жігіт деген? Варенье жеген ба? Вишня ба? Мынау где-то вишняға жайлап технично қарау салып қойған бола ғой. Тыңқиып тойып алған ғой вишняға. Істебасын қарашы. Бала кезде дәл осылай жүретін едім менде. Сыртқа шығып кетесің, анан жағалап. Әнші, Мадиярдың досы, екеуі қол ұстасып бірге кететін шығар үлкен өмірге.
керемет оқушылардың бірі Алияр. Не знаю я, кто это. Это Алияр, что ли? Да. Вообще не похож. Может, он чужую фотку поставил? Алияр ма? Мхм. Алияр Жұманбетов, Алияр болу керек. И там его горшок. Это кто у нас? Ой, жылап жатыр. Күліп жатырғандағысы ма? Но где-то 5-6 айында түскен ғой да? Это совсем крошка. Совсем по крошке трудно узнать. А, Дана? Мұратова Дана. Сары ғой қазір де сол. Дана? Это моя Анельчика. Хотя она здесь другая. А бұл Анель. Том-томпақ көзі сол. Бұл дейтін бізге 9 бітіріп, 10 сыныпта келген өзіне тән асыл қасиеттері бар, білімге дейтін құштар, білсем, үйренсем, бір нәрсеге жетсем дейтін керемет оқушымның бірі Бауыржанова Анель. Анель көп өзгере қоймаған, сол томпиған аппақ қыз. Но это Султанек или Даулетхан. Даулетхан, да? Ну, надо же, я ошибаюсь. Даулетхан здесь вообще совсем другой. Сапсар бала ма да? Мынау енді Даулетхан. Көзі қазіргі көзді. Бұл IT саласында қызмет жасағысы келетін жігіт қой. Керейханұлы Даулетхан. Марафон. Бірге жүгірдік. Мынау Ямахау дейтін кездер ғой. Ямахау, Ямасау деп тұр ғой. Ауылдың тойларында жүретін жігіттер ғой, мынау дейтін смелый. 90-шы жылдары. Бұл ән, өнер, сондайға жақын бала ма? Бұл мектептің жұлдызы ғой, бір сөзбен айтқанда. Бұл сіз концерт өтпейді бір жақсысы. Халюлин Мадияр. Ой, это Мадияр. Хотя я сразу узнала его. Да. Мәссаған. Кішкентай кез ғой мынау. Мадияр ма? Көзі. Мен таныдым. Вот это уже Оселек. Хотя здесь она похожа больше на мальчика. Мынау Әселек. Әселдің кішкентайында. Ол бала ма? Енді келген оқушымыз ғой біздің. Мұхит Әсел деген оқушымыз. Фу, это же Назерке. Совсем крошка. Бұл Назерке. Бірден таныдым. Көзі да? Мынау дейтін Абай площадьтың алдындағы машинаға тұратын еді, білесің да? Фото түсіретін. 2005-2006, 2010 жылдары. Қадыр Назерке ғой бұл оқушы. Брусилиға ұқсаған ба бір нәрсе ғой. Бұл оқушы сол сыныптың тарихтың жілігін шағатын ең керемет, сүйікті, мықты оқушымның бірі ғой бұл. Қалихан Арухан. Бұл оқушы дейтін бала кезінде Брусилиға ұқсаған екен. Так, это Арухан. Нет, ну сразу видно, что Арухан. Арухан ба? Арухан кішкентайында кәдімгі пончик болған ғой. Бұл болашақ шашкадан әлем чемпионы болатын жігіт қой бұл. Бүткіл пәннен де мықты бұл бала. Болат Алишер. Ну, это Алишер. Бұл жігіт Алишер ғой енді. Бұл оқушын бірден танығып, өзінің бір ойлайтын арман мақсаты бар, басқаларға ұқсамайтын зерек, ерекше қасиеттерге ие Сайлау Сұлтан. Ну, это вот Султанек. Он вообще здесь какой был, такой остался. Так, мынау Сұлтан деген өзгермеген Сұлтан кішкентайында. А бұл Бекзат. Бекзаттың көз қарасы, көзі сол күйінде. Бұл Беконай ғой, Беконай. Қайыр Болатов, Бекзат дейтін оқушы. Дым өзгермеген екен. Сол қалпы Бекзат дейді. Бұл жігітім бізде көп өзгере қоймаған екен. Дәл сол қалпы. Бекзат. Адема. Ну, здесь на Адему вообще не похож. На себя не похожа она. Мынау әдемі. Әдемін сразу таныдым күлкісінен. Жымиған күлкінен жана жыла өзінше киініп өпті ғой кәдімгі. Ғаділбек әдемі. Ернұр ма? Пахман Ернұр ғой, Бұл оқушымыз енді бір тарихты бастап жатқан, мектепте тарихтың бетін ашпаған, осына келіп оқып танысып жатқан оқушым Пахман Ернұр дейтін оқушым. Киіві қызыл, я? Бірақ та бұл деген жігіт сияқты. Қыздардың бәрін айтқан сияқты, себебі деген. Кім? Ернұр. Так, а это кто у нас такая крошка? Қыз бала ғой да? Бұл қыз бала ма? Пахман Ернұрдың парталасы Бауыржанова Дамира. Кім қалды бізде? Дамира қалды. Дамира ма?
Дамира ұқсамайды кішкентайында. Иә? Массаган. Вот она точно обидится. Бұл топ тұрмы? Бұл оқушымыз сонау Ақсай қаласынан келген, шашын былай қайырып жетсейді. Тұрып кете ма, қайырып жүре ма, бір нәрсе істеп жүреді. Алдияр дейтін оқушым. Көзінен тануға болады. Алдияр қазақтың ұлттық киімін киіп тұрған батыр жігітіміз Алдияр екен. Алдияр, точно. Көзі таныс, бірақ неме түспей жатыр бойыма. Алдияр, точно.